Жетісудың жел жетпес жүйрік атанған Бақтыбай Жолбарысұлына биыл 180 жыл. Ақын есімі берілген номер 18 мектеп лицейінің ұжымында әдеби танымдық кеш өтті. Кешке Ескелді ауданы Бақтыбай ауылындағы орта мектеп мұғалімдері мен басқа білім ордаларының оқытушылары келді. Талдықорғандықтар Ораз Исмаиловты Бақтыбай ақынның мұраларын зерттеуші, жазушы ретінде құрмет тұтады. Ғалым бүгінге дейін беймәлім болып келген жеке өлеңдері мен айтыстарын іздестіріп, өміріне байланысты ғылыми жаңалықтар ашқан. Тума таланттың тағы бір қыры оның дастандары, бізге жеткені едіге нұран, қыз құлаған дастандары. Бақтыбай ақын дәулескер күйші ретінде де танымал. Бақтыбайдың желдірмесі, Қаратал, жазғы жайлау кешінде деген күйлері ел ішінде сақталып нотаға түсірілді. Солардың ішінде екпінділігімен ерекше әуен күйін мектеп оркестрі орындады. Сонымен қатар ақынның өлеңдерін жатқа оқыды. Ақынның 180 жылдығына орай ақынға құрмет, елге құрмет тақырыбында көрме ұйымдастырылды. Тілде ешкім жеткен жоқ, кешегі біздің қабанға сөз беріп еді Бақтыбай, қатар жүрген адамға деп халқы ақын жырлағандай. Бақтыбай ақын өмірінде 40 шақты ақынмен айтысып ешқайсысынан жеңілмеген екен жаңағыдай. Соның ішінде атақты айтысы ол Тезек төремен айтысы. Тезек төремен айтысында жаңағыдай елдің жағдайын айтып, халықтың жағдайын айтып, Тезек төренің өктемшілдігін, басқа нәрселерін бетіне шығырып тұрып айтқан кезде Тезек төре өзі мойындап, мен өмірімде сен сияқты ақынды көргем жоқпын. Мен екі ақын бір шешен көрдім. Ол ақын Қызылекей Сүйінбай, екіншісі сен Бақтыбай. Шешені бөлтіріп басқа менімен кездескен адамдардың ешқайсысы ақын да емес, шешен де емес деп айтқан сөз қалған.